Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Балқаймақ арнасы. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз бүгін бір жасағаннан шығатын қызыл ірімшік қосылған пирог дайындайтын боламыз. Бұл өте дәмді, шаймен ішуге жақсы, әрі жұмсақ пирог. Ол үшін бізге үй жағдайында бөлме температурасында ертілген сары майымызды онымен араластырып, үстіне разрыхитель салып, осындай бір келкі крошка жасап аламыз. Крошкамызды жасап алғаннан кейін 2 жұмыртқа мен шекерімізді миксерлеп үстіне құятын боламыз. Үстіне құйғаннан кейін араластырып, әдемі қамыр жасайтын боламыз. Қамырымыз осындай бір келкі әдемі жұмсақ болып шығады. Қамырымызды 10 минутқа мұздатқышқа салып, салқындатып қоямыз. Енді табамызға осылай әдемілеп жайып, тегістеп жайып салып, қызыл ірімшігімізді кесіп, осылай салып шығамыз. Салып шығып, енді салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге қаймақ, сгущенка және жұмыртқа, кукуруз крахмалы керек болады. Осылардың барлығын салып, араластырып аламыз да, осы массамызды ірімшік салынған пирогымыздың үстіне құйып, қызып тұрған духовкада 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Пісіріп алғаннан кейін оны әбден суығанша табадан шығармаймыз. Өйткені біздің үстіне құйылған сұйық массамыз қатуы керек. Суығаннан кейін алып, кесіп, әдемілеп шаймен ішуге болады. Егер менің осы видеом ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын.